Баршаңызға ассалаумағалейкум. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің YouTube көрермендерім. Сіздердің назарларыңызға дүниежүзі тарихы пәні бойынша жаңа заман оқулығынан сабақтар сериясын жалғастыратын боламыз. Бүгін бізде 4-ші сабақ. Сонымен нөмірі 4-ші параграф бұл Ұлы Моғол империясының дағдарысы және оның ыдырауы 17-18 ғасырлардағы Үндістан деген тақырып. Сонымен бұл тақырып Қазақстан тарихымен тікелей байланысты екендігін біздер көреміз. Неге десеңіз, 16 ғасырдың алғашқы ширегінде, яғни 16 ғасырдың басында Орта Азиядағы бұл басты қарсыластар, бұл біздің бұрындықтың орнына келген Қасым хан және сол кездегі Сырдария бойындағы қалалар үшін таласқа түскен бұл Әбілқайыр Шайбанидың немересі болып есептелетін Мұхаммед Шайбани. Екеуінің арасында үлкен қақтығысты көреміз. Оны неге айтып жатырмыз? Қазір түсіндіріп кетемін. Сонымен біздер 16 ғасырдың басында Қазақстан тарихынан былай деп айтып жүрміз. Қазақ хандарының одақтасы бұл бұрынғы Темір ұрпақтары, ал Мұхаммед Шайбанидің, яғни Шайбан ұрпақтарының одақтасы ол Шағатай ұрпағы болып есептелетін Моғолстанның хандары деп айтамыз. Сөйтіп, үлкен екі жік-жікке бөлініп алып, соғысқан Орта Азиядағы 16 ғасырдың басындағы жағдай осындай еді. Сөйтіп, мынандай оқиға болады. 1510 жылы бізге белгілі Мұхаммед Шайбани Мерв қаласының түбінде бірінші Исмайылмен соғысып, үлкен қақтығыс болады, соғыс болады. Осы соғыста енді ол уақытта бірінші Исмайылдың ұстанатын мемлекеттік енді идеологиясы ол исламның шиит бағытын ұстанады, ал Мұхаммед Шайбани ол сүнниттік бағытта. Ол енді тарихта негізі ол өте маңызды, оны кейінгі келесі сабақтарда түсіндіреміз. Сөйтіп, нәтижесінде 1510 жылы бірінші Исмайыл Мұхаммед Шайбаниді өлтіреді. Сөйтіп, қысқасы Мұхаммед Шайбани енді биліктен кеткеннен кейін оның ұрпақтары ол мемлекетті ұстап қала алмай, нәтижесінде сол мемлекеттің біздер енді кейін біртіндап ыдырап кеткендігін көреміз. Ал енді осы Мұхаммед Шайбанидің біздің тақырыбымызға нақты қандай қатысы бар дейтін болсаңыз, енді осы жерде біздер нақты осы тақырыбымызға көшеміз. Сөйтіп 16 ғасырдың басында, яғни алғашқы ширегінде осы Шайбан ұрпақтары келіп Сырдарияның бойындағы, яғни Мауреннахр, Амудария мен Сырдарияның маңындағы аралыққа келіп қоныстанған кезде, осы жерді бұрыннан басқарып отырған, яғни Әмір Темірдің ұрпақтары, Әмір Темір, одан кейін Шахрух, одан кейін Ұлықбек қой естеріңізде болса. Оның ұрпақтары Әмір Темірдің кезіндегідей мемлекетті күшейтіп басқара алмай, сөйтіп Мауреннахрдағы билік 16 ғасырдың басында, енді 15 ғасырдың аяғы, 16 ғасырдың басында Шайбан ұрпақтарының қолына көшеді. Осы үлкен қақтығысқа шыдай алмай Темірдің ұрпақтары Үндістанның солтүстігіне қарай жылжиды. Сонымен 16 ғасырдың алғашқы ширегінде Үндістанның солтүстігінде Шайбани келместен бұрын мұсылман мемлекеті өмір сүрген, ол Дели сұлтандығы деп аталған ескі базада бізде бұрын болатын еді. Ол Дели сұлтандығын құрған 1206 жылы Құтб ад-Дин Айбек деген кісі болғандығы айтылатын еді. Бұл ақпарат оқушылар сізге ұлттық бірыңғай тестілеуде келеді деген материал емес, бұл жалпы сіздің біліміңізді арттыру үшін керек ақпарат деп есептейміз. Сөйтіп, бұл ескі базадан тағы да диққат назар аударамыз. Сөйтіп, 1526 жылы осы Үндістанның солтүстігіндегі Дели деген сұлтандықты 1526 жылы Дели сұлтандығын Орта Азиядан шыққан Бабыр, яғни кейбір деректерде Әмір Темірдің шөбересі деп береді, яғни жаулап алады ғой. Бабыр жаулап алды деп жазып қоямын мен жерде, қалып қойыпты. Жаулап алды. Сөйтіп, мынандай оқиға кетеді. Бабыр осыған дейін, бұл аймақты жаулап алғанға дейін, Бабыр бұрын Ферғанада, қазіргі қырғыздар мен өзбектердің шекаралас жері, Ферғанада, яғни Орта Азияда, және Кабулда, Ауғанстанның территориясы қазіргі, яғни астанасы, бұл өзеннің аты негізі Кабул деген, билік жүргізген. Сонымен Бабыр солтүстік Үндістанға келмес бұрын Ферғанада, Кабулда билік жүргізген. Ол Әмір Темірдің ұрпағынан, және әулетінен шыққан деген айтып кеттік жаңа. Сөйтіп, нәтижесінде мынандай оқиға болады. Ол деген Ауғанстанда және солтүстік Үндістандағы иелігі Ұлы Моғолдар мемлекеті деп аталған екен. Жалпы осы жерде мынандай нәрсеге тоқталып кету керек болады. Жалпы моғолдар енді кітапта осылай береді бізде. Үндістанда моғолдар деп, моңғолдарды атаған деп береді. Осы жерде келіспейтін тұсымыз бар. Оны қазір айтып кетемін. Кейіннен еуропалықтар да осылай моғолдар мемлекеті деп атап кетті деген бір деректі берген кітапта. Неге десеңіз, енді оқушылар біздер кітапта осылай берілгеннен кейін осылай еске сақтаймыз. Менің қазір айтатын ақпаратым бұл альтернативті түрде. Сіз оны өзіңіз, мен мына ақпарат керек емес, маған мусор дейтін болсаңыз, тыңдамай ақ қоюыңызға болады, немесе тыңдап, оны бірден ұмыта салсаңыз да болады. Сөйтіп, мынандай оқиға туралы айтылады негізі тарихшылар. Жалпы, мына Бабырдың ұрпақтары өздерін және өздерінің ұрпақтарын ешқашан моғолдар деп атамағандығы айтылады. Ал бұндай атауды берген бұл жалпы мына жергілікті үнді халықтары Орта Азиядағы, солтүстік Үндістандағы мұсылмандарды жергілікті үнді халықтары осылай деп атаған, моғолдар деп атаған. Яғни үнді халықтары
солтүстік Үндістандағы, Орта Азиядағы мұсылман халықтарын осылай моңғолдар деп атағандығы келеді. Енді бұл жерде ешқандай да моңғолдар туралы сөз жоқ еді негізінде ғылымда. Әрі қарай кете береміз. Сонымен Бабыр деген мемлекетті енді құрып бастаған кезде ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялайды. Ал Үндістанның жергілікті халқы біз білеміз, олар индуизм дінін ұстанады. Енді Бабыр бұл кезде енді Үндістанның солтүстігін келіп жаулап алды, бірақ біз білеміз Үндістанның негізі халқы деген өте күрделі, бірнеше яғни касталық жүйеге олар бөлінеді. Сөйтіп 17 ғасырдың ортасына қарай біртіндеп оның ұрпақтары, Бабырдың ұрпақтары Үндістанның солтүстігі мен орталық бөлігі де біртіндеп осы ұлы моңғол мемлекетінің қол астына кіреді осылайша. Сөйтіп бұл Үндістан халқының осы кезде дейді 3/2 бөлігіне яғни билік жүргізеді. Яғни 3/2 бөлігі деген сонда бұл аз сан емес, яғни аз цифр емес екендігін көреміз. Сонымен бұл жерде кілт сөз 17 ғасырдың ортасына қарай, яғни ұлы моңғолдардың иелігі Үндістанның солтүстігі және орталық бөлігі. Бұл жалпы Үндістанның 3/2 бөлігі. Орта Азиядан шыққан енді халықтардың үлкен ерекшелігі белгілі, олар өте жауынгер. Сөйтіп бұл мемлекет әскери феодалдық мемлекет болған. Яғни бұл қандай мағына білдіреді дейтін болсаңыз, яғни мемлекеттің негізгі сонымен тірегі бұл әскер болып есептеледі. Сөйтіп әскери феодалдық мемлекет еді, барлық билік мемлекеттің басшысы, яғни титулы падишах деп аталған, бүкіл биліктің барлығы падишахтың қолында. Бұл абсолютті монарх деп есептеледі. Сөйтіп моңғолдардың соңғы билеушісі, яғни Аурангзеп падишахтың кезінде оның билік құрған жылдары 1658-1707. Мынау ескі базының материалы, бұл бізде жаңа базада сұралмайды. Дәл осы секілді мына Бабырдың да билік құрған жылдары бізде сұралмайды. Жаңа базада бұлар жоқ, оқушылар құрметті. Бұны негізі жалпы ақпарат ретінде қабылдасаңыз екен. Сөйтіп моңғолдардың соңғы билеушісі Аурангзептің кезінде мемлекеттегі үлкен дағдарысқа ұшырайды. Оны қазір біздер айтатын боламыз. Енді оның алдында Аурангзеп мемлекет басқаруды сонымен жеңілдету мақсатында мемлекетті аумақтарын 19, яғни субаға әкімшілік аймақтарға бөліп басқарады. Сөйтіп 19 аймаққа бөліп тастайды. Олардың барлығының атауы субалары деп аталады. Сөйтіп сол әрбір субаларды басқаратын адамның титулы да ол суба деп аталады. Және ол сол аймақтың басшыларының қолында бірден биліктің 3 тармағы қолында болған. Ол әкімшілік билік, әскер және сот билігін қолына шоғырландырған, олардың өзінің әскері болғандығын көреміз. Ал енді бұл Үндістанның территориясы өте үлкендігін ескеріп, және ол аймақтарында үлкен екендігін ескерсеңіз, бұл орталық билікке үлкен негізі қауіп-қатер. Себебі аймақ басшысының қолында әскер және әкімшілік билік болатын болса, ол өзі орталық билікке бағынбай кетуі мүмкін деген үлкен қауіп туады. Моңғол империясының шекарасы үнемі кеңейіп отырды дейді. Бұл енді империя болып құрылғаннан кейін ол империя ылғи да сондай бір өзінің жерін кеңейтіп отыруға мүдделі болады. Және ол өзінің қасіреті шындығында. Бұл кезде империяның құрамына сонымен кірген аймақтар. Мына сұрақ мұқият боламыз оқушылар. Сонымен бұл деген көп жауапты сұрақтардың ішіне келіп қалуы мүмкін, ықтимал сұрақтардың қатарына жатқызуға болады. Мысалы, Ауғанстан, Балх, оңтүстік Үндістан. Ақыры сонымен біздер нені көреміз? Моңғолдардың оңтүстік Үндістанға да жеткенін көреміз. Алғашында олардың жері біздер айттық 17 ғасырдың ортасында Үндістанның солтүстігі мен орталық бөлігі деп айтқан болатынбыз. Енді біздер мына жерде нені көріп тұрмыз? Яғни ол деген оңтүстік Үндістанға билігін жүргізуді сонымен жалғастырған екен. Сөйтіп Үндістандағы моңғол үстемдігін әлсіреткен жағдайларға көшейік. Енді бұл мемлекеттің қазір сонымен құлауына себеп болған нәрселер айтылады. Бұл әрине негізі жау әдетте бірінші сырттан келмейді. Жау негізі әдетте іштен шығады ғой. Негізі балық бастан шірейді дейді. Сөйтіп басқыншылық соғыстар бұған бірден бір себеп болған. Феодалдық топтардың мұсылмандар мен үнділер болып бөлінуін айтады. Енді біздер жоғарыда айттық, Бабырдың өзімен ілесіп келген адамдардың барлығы мұсылмандар, ал жергілікті халық индуизмден ұстанған, буддизмден ұстанған. Оларда енді неше түрлі ұлттық діндер, философиялық түсініктер өте көп. Осындай үлкен жік пайда болады және өзара қырқысу соғыстар болады. Олардың арасында әлеуметтік қайшылықтардың тереңдеуін байқаймыз біздер осы кезде, экономикалық құлдырауды байқаймыз және халық қозғалыстарының өрлеуіне алып келеді. Яғни халықтың көбі кедейленеді, сөйтіп олар өздерінің неге кедей өмір сүріп жатырмыз деген үлкен сұрақ қойып өздеріне. Сол сұрақты олар өздерін басқарып отырған билікті төңкеру керек деген шешімін табады. Негізі шындығында моңғол мемлекетінің түбіне жеткен негізі бұл ауған тайпаларының шабуылы, негізі басқыншылық соғыстар. Сонымен ұлы моңғол мемлекетінде бүкіл жердің иесі бұл падишах болып есептеледі. Ал феодалдық жекеменшіктегі жерлердің саны ұлы моңғол мемлекетінде ол 4 болған. Олар бізде жагир, заминдар, инам және вакф деген түрі болды.
Енді бұл мұсылман мемлекеті болғаннан кейін ол соңғы екеуінің белгілі болуы ол заңды болатын. Сонымен енді біздер әрқайсысын жеке-жеке тоқталатын болсақ, сонымен жагир деген бұл әдетте негізі көп басты ауыртпас үшін бай деп еске сақтап алуға. Бұл жагир деген жер үлесі әдетте бұл мұсылмандарға беріледі және олар көбінесе әскери қызметі үшін осы жекеменшікке жерді алғандар. Көбінесе негізі бұлардың көбі ұлы моғолдардың өзін ілесіп келген адамдар ретінде айтылады. Сонымен кітаптың сөзімен айтатын болсақ, жагир бұл әскери қызметі үшін жекеменшікке берілген жер, олардың иелері әскери қызметкерлер, жагирлер деп есептеледі. Әсіресе сонымен тағы айқындап басында қылып айтады осы жерде, ауырған кезде падишах тұсында жагирлердің саны өте қатты көбейген, олар деген падишахтың негізгі тірегіне айналған деп осымен берген. Сонымен жагир кілт сөз мына жерде ол көбінесе мұсылмандарға беріледі. Келесі жер иеленудің түрі ол бізде заминдар, ол жекеменшік жер, ол да, бірақ олардың көбі ол үнді тегінен шыққан ақсүйектер болып есептеледі. Оларды кейде салықтан босататын болған. Енді мына жерде кілт сөз бізде кейде деп аталады, яғни толық емес деген сөз. Келесі ары қарай кетеміз. Бізде бұл сонымен феодалдық жер иеленудің сонымен үшінші түрі ол бізде инам деп аталады. Ол мұсылман дінбасыларының меншігіне берілген жер. Бұл жерлер сонымен салықтан толық босатылған деп келеді. Мына жерде кейде болатын болса, мына жерде толық босатылған. Мұқият назар аударамыз. Сонымен келесі біздерде уақыф деген түрі ол діни орындардың, мешіт, медресе, діни мектептердің меншігіндегі жер болып есептеледі. Бұл жерлерде толық салықтан босатылған. Неге десеңіз, сонымен мына соңғы екеуі, яғни инам және уақыф деген жердегі жер иеліктері мемлекеттің тұтастығына әдетте дін қызмет еткеннен кейін бұлардың екеуін салықтан босатады. Сонымен егер біздерде тесттарда келетін болса, толық салықтан босатылған дейтін болса, біздер мына жерде инам мен уақыфты белгілейміз. Кейде салықтан босатылған келетін болса, онда біздер заминдар деген жер иелену түрін белгілейтін боламыз. Ал енді мына жагирлер деген өздер жоғарыда ғана айтып кеттік, олар негізі әскери феодалдардың иеленген жерлері, олардың көбі біздер мұсылмандар екендігін айтқан болатынбыз. Сөйтіп осылайша осы феодалдық төрт ірі жер иелену түрі болған: жагир, заминдар, инам және уақыф. Келесі, енді осылардың барлығын қарай отырып дейді, біздер Үндістандағы ұлы моғолдардың мемлекеті толыққанды аграрлық қоғамның барлық белгілерін сақтаған мемлекет болғандығы айтылады. Негізі өткен сонымен біздер бірінші параграфтарда айтқан болатынбыз, шығыстағы ең ірі мемлекеттер болып есептелген бұл Цин империясын Цин әулеті басқарып отырған Қытай, ұлы моғолдар мемлекеті Үндістандағы, сосын Осман империясы деген секілді ірі мемлекеттер болатын. Сонымен оқушылар, біздер бұл тақырыпты екі үлкен бөлікке бөліп қарастыратын боламыз. Келесі сабақтарымызда біздер үнді қоғамындағы сонымен халықтарды және касталық жүйені айтатын боламыз. Бүгінше тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.